Қайырлы күн баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай нәзік, әдемі тақияны тігетін боламыз. Бұл тақияның лекаласын құрастыруды менің алдыңғы видеоларымнан көре аласыздар. Менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді жұмысымызды бастайық. Бізге керекті материалдарды көрсетейін. Бізге 15 см барқыт матасы. Менде барқыттың ені 1/40 және түсі келетін кез келген матаны астарға алуға болады. Мен тақияның формасын ұстауға осындай арнайы фетрді қолданым. Бұл фетрдің екінші жағының арнайы желімі бар. Оны ыстық үтіктің көмегімен осылай матамызға жабыстырып аламыз. Сіздер фетр мен паутинканы қолдансаңыздар болады, немесе дублерин қолдансаңыздар болады. Осындай бізде бар лекаланы қолданып, керек өлшемдерді түсіріп аламыз матамызға, және тігіске беретін қосымшаны ұмытпаймыз. Ол жан жағынан 1 см-ден қосамыз. Енді тақиямыздың үстіңгі бөлігін, үстіңгі 4 бөлшегін осылай қойып, кесіп аламыз. Менде тігіске берілетін қосымша лекалада бірден берілген. Кескен кезде қосымша бермеймін. Бұл біздің тақиямыздың төменгі бөлігі және үстіңгі 4 бөлшегі. Және 4 астар. Астарды 1 бөлшек қылып кесеңіздер де болады. Бірақ маған осылай 4 бөлшекке 4 бөлшек астар кескен ұнайды. Енді біздің тақиямыздың оң бетінде әдемі сызықтары, тігістері болуы үшін тақияның теріс бетінен алдын ала осылай сызып аламыз. Сіздер өздеріңіз қалаған ретпен сызсаңыздар болады. Оны 2-3 тігісті қылып тіксеңіздер болады. Мен осылай 3 бұрыш қылып, әр бөлшектің өзінің формасын қайталап 4 тігістен жүргіздім. Майда тігістері көп болған сайын тақиямыз әдемі көрінеді. Осылай 4 бөлшегімізді дайындап аламыз. Міне бізде 4 бөлшегіміз дайын. Енді осы тігістерді машинкада тігіп шығамыз. Міне бізде осылай әдемі тігіс шықты. Енді екінші тігісін тігіп шығамыз. Және осы жерде ескере кететін нәрсе, тігіс біткен кезде
біз закрепка бермей осы оң бетіндегі екі жібін теріс бетіне қарай тартып аламыз. Сол кезде бізде оң бетіміз таза шығады. Қабатталған тігістер болмайды. Және сол бетінен, теріс бетінен тігістерді осылай түйіндеп, байлап артық жерін кесіп алып тастаймыз. Сонда оң бетіндегі тігісіміз сондай таза, әдемі шығатын болады. Сіздерге түсінікті болу үшін осы жерде міне тағы да бір көрсетіп кетейін. Теріс бетінде екі тігіс болады, екі жіп болады, оң бетінде екі жіп болады. Сол екі жіпті теріс бетіне тартып алып, түйін қойылып байлап қоямыз. Енді екі бөлшекті бір-біріне қосамыз. Екі бөлшектен қосып аламыз. Одан кейін ол екі бөлшекті тағы да бір-біріне қосып, осындай тақияның төбесін шығарамыз. Міне бізде осындай әдемі төбе шықты. Енді төменгі бөлігіне кірсек, төменгі бөлігін берілген қосымшаны қосып, осы сызықпен тігіп аламыз. Және ортасында бүктелетін жерін мата қалың болса, осылай кесіп алып тастаймыз. Ортасын белгілеп аламыз. Ол қазір төбесін қондыратын кезде бізге керек болады. Барқыт матасы болғаннан кейін тақияның төбесін ары-бері қойып көру керек. Осылай түсі ауысып отырады, соны келтіріп алу үшін. Және осылай көмекші тігісті тігіп аламыз. Енді төменгі бөлік пен үстіңгі бөлікті бір-біріне қосуға дайындаймыз. Үстіңгі бөлшектердің тігістерін жатқызып, үтіктеп аламыз. Менде қолданған қаламым, ол ыстық үтіктің көмегімен кетіп қалатын арнайы сондай қалам. Төменгі бөлігінде бүктелген жерін шығарып, басып, үтіктеп аламыз. Барқыт матасы болғаннан кейін осындай марлевканы қолданған дұрыс. Кез келген затты түктегенде қолданған дұрыс негізі. Инемен төртке бөліп қадап аламыз да, енді осы жерде мұқият, ұқыпты қылып тігіп шығамыз. Асықпай тігейік. 1 сантиметр қалдырып жанына айналдыра тігіп шығамыз. Инелерді алуды ұмытпаңыздар. Міне осындай домалақ шықты. Аст үстін қостық. Енді үстіңгі бөлігінің ішіндегі қосымшаларын осылай кесіп алу керек. Ол бізге тақиямыздың формасын әдемі шығарған, бүктелгенде әдемі шығу үшін. Міне бізде негізгі бөлшек дайын. Енді астармен төбесін жабамыз.
астарды тура жаңа негізгі бөлшек құсап 4 бөлігін қосып аламыз да тақияның теріс бетінен осылай айналдырып тігіп шығамыз. Енді мынау шетінен бір 5-6 сантиметр қалдырып кетеміз тақияны оң аудару үшін. Осылай тақиямызды оң аударып, тексеріп, қарап шығамыз, ілінбей кеткен жерлер, қалып кеткен жерлер жоқ па деп. Және қалған жерін, қалдырып кеткен жерін қолмен тігіп аламыз. Міне бізде бүкіл жеріміз әдемі шықты. Енді мына тақияның төбесі және астардың төбесін бірін-біріне қосып алайық. Оны иненің көмегімен 1-2 рет іліп алсаңыздар жетеді. Тура сол тігіске түсіру керек. Бұл жібіміз көрініп қалмау үшін. Міне мен осылай іліп қойдым. Міне біздің тақиямыз дайын. Енді өздеріңіз қалағандай әшекейлерді қолданып тақияны безендірсеңіздер болады. Мен осындай күміске ұқсайтын арнайы оюлы темірлерді қолдандым. Этно стилінде. Осында цепті қолдандым. Ол өте тақияны нәзік көрсетеді екен. Орналасатын жерлерін анықтап алыңыздар. Және бірдей болу керек. Екі жағын бірдей өлшеп отырып орналастырамыз. Сіздер қалаған оюды салуға болады, моншақпен безендіруге болады, неше түрлі бисер қолдануға болады. Дайын жабыстыра салатын оюды да қолдануға болады. Безендіруге келгенде енді әрқайсыңыз өздеріңіздің фантазияларыңызды қоссаңыздар болады. Бұл менің клиентімнің қалауы. Осымен біздің тақиямыз дайын. Өте сондай нәзік тақия болды. Ұнаса лайк басып каналыма жазылып кетіңіздер.